Тұмау тиген қоян. Аң патшасы арыстан бірде ерігіп отырып, аю, маймыл, қоян үшеуін өз апанына шақырады. Ондағы ойы оларды тексеру. Әуелі аю айтады: «Әй, Қорбаңбай, менің аузымнан ненің иісі шығады, соны айтшы», дейді. Арыстан аузын айқара ашып, аюға жақын келіп, еңкейіп, оған иіскеуді бұйырады. Аю тақау келіп, танауына ауа толтырып, тартып алады да, шындықты жасырмай: «Құдіретіңізге құлдық, деміңізден мүңкіген бір арам, алапат иіс шығады», деп жауап береді. «Сен не деп тұрсың ей?» деп ақырып жібереді арыстан. «Патшаңды қорлайын деген екенсің, Бас салған арыстан аюдың аяғын тістеп алады. Аю арыстанның аузынан аяғын әрең дегенде суырып алып, ақсаңдай қашып шығады. Содан кейін арыстан маймылға бұрылады. «Әй маймыл», деп бұйырады ол, «бері жақынырақ кел де, менің аузымды иіскеп көр, қандай иіс бар екен». Жаңа ғана көз алдында арыстанның аузына түсіп, апатқа ұшыраған аюды көрген маймыл, бұған бір амал жасау керек екен, сөйтіп құтылмасам болмас деп ойлайды. «О, патшам», дейді ол, «бейне бір самал жел саяхатқа шығып, лала гүлдің жұпар иісі аңқығандай болып тұр маған». Арыстанға мақтау сөздің түкке де керегі жоқ еді. Оның ойы сылтау тауып, маймылды да жазалау болатын. «Маған жауыздық ойлап, жалған айтпа оңбаған», деп ақырады арыстан айбаттанып. «Өзге жыртқыштардай менің де демімнің сасық екені аң атаулыға мәлім ғой. Ал сен маған жағымпазданып өтірік айтып тұрсың. Ішіңде арамдық жатқаны көзіңнен көрініп тұр», деп арыстан маймылды итеріп жібереді. Кезек қоянға келеді. Арыстан оны қасына шақырып алады да: «Кәне қоян, сенің данышпандығың бізге баяғыдан аян. Жақын келіп жауап бер, шыныңды айт. Менің аузымнан ненің иісі шығады?» дейді. Бар жағдайды көзімен көріп тұрған қоян жалмаз жан есін жинап, дұрысын айтса жақпайтынын, өтірік айтса көңілін таппайтынын ойлайды. Содан ойлана келе ақыры былай дейді: «О, мәртебелі патшам, маған ашуыңыз келіп, зығырданыңыз қайнамасын. Мен сіздің сұрағыңызға жауап қайтара алмаймын. Кеше қалың шық үстінде жүгіріп жүргенімде тамағыма суық тиіп қалыпты. Содан мұрным бітіп, қазір тіпті ешқандай иісті сезетін емеспін». Арыстан бұған қарсы жауап бере алмайды. Сөйтіп тапқырлығының арқасында қоян жазадан аман есен құтылыпты. Данышпан қоянды арыстанның айбатынан тұмау сақтап қалыпты деген сөз содан қалған екен.